Құдағай емес, құдағи деген дұрыс. Қазақ құдаң құрдасыңдай болсын, құдағиың сырласыңдай болсын дейді. Орфографиялық сөздікте де, қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде де құдағи деп көрсетілген. Абай жолында тіпті бас құда, кәрі құдағиға да түгел әмір етті деген сөйлем кездеседі. Тілтанушы ғалым Мәулен Балақайұлы жеке кісілердің тілінде тіл мәдениеті тұрғысынан алып қарағанда жөнсіз ауытқуларға жататын диалектизмдер, жаргон, қарапайым сөздер кездеседі. Солардың ішінде фонетикалық дублеттердің де жөнсіз қолданылғандары да бар. Мысалы, құдағай, құдағи дейді. Енді құдағи сөзінің шығу тегіне келетін болсақ, ғалымдардың бір тобы бұл сөздің моңғол тілінен енгенін айтады. Моңғолша құда құд, құдағи құдғой. Мағыналары да бірдей, жазылу жағы да ұқсас болып тұр. Николай Баскаков сияқты лингвист, түркологтар құда, құдаша, құдағи деген сөздер құт сөзінен шыққан дейді, және бұл парсша сөз дейді. Ал түрк халықтарының ғалымдары құт сөзі Орхон жазуларында, құтты білікте және тағы басқаларында кездеседі деп, бұл сөздің өзіміздікі екенін дәлелдеген.